Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Не үшін? Өйткені анализімізге көз жеткізу үшін. Өйткені егер осы дәл реальный уақытта лайф саудада болған кезде біздің анализіміз ашық тұрса, екінші күн біз жібере саламыз. Бұл күнді жай ғана бақылаймыз. Өйткені егер не үшін? Егер біз дәл осылай тағы бір ашық тұрған сделканың үстіне тағы сделка ашатын болсақ, және стоп алатын болсақ, мына жерден біз мына күндегі прибыльден айырыламыз, бұлмен шығамыз, мына күн тағы стопқа кетейін деп тұрмыз. Сол үшін жалпы бұлай енді бэктест болғандықтан бізге анализі барлығы әдемі келіп тұр. Яғни ликвидность, кварталдар барлығы подтверждение шорт беріп тұр. Енді мен шорт кетеді деп тұрмын. Біз енді 4-ке бөлсек те XAMD формациясы болып тұрмын. X-ның аккумуляция, манипуляция кезі дәл қазір манипуляция алып, лимиткамызға дәл кетсе. И мен тейкті дәл осы тейкті де мен дәл осылай Q1 лоуға қойып тастасам. Немесе даже мына ликвидті қойсам болады. Бірақ осы бірінші жақын Q1 лоу. Яғни бірінші өзінің целі ең главный орындайтын ары қарай бізде Q1 лоуға. Бізде барлық жағдай шортқа беріп тұр бұл жерде. Бізге бұл бірге 12 RR екен. Стопын мен былай қойдым, мына хайға қойдым. Бірге 19 RR. Ал көрейік ал. Жоқына. Опа. Үшінші сделкамыз ашылды, бізде лимитка алынды. Үшінші кварталға өтіп жатыр. Үшінші квартал не істейді екен бізде? Үшінші квартал 4-ке бөлікші осылай. Индекс көрейік. Уже кішкене апасын ғой, бізде сделкамыз дәл ашылған жерде уже үшінші квартал басталып кетті. Опа, әдемі. Енді қазір манипуляциялап. Так, манипуляция жасалды. О, әдемі, енді әдемі. Қараңыз не болып жатқан. Біз аяқтан тағы K-level. Жалпы мына K-level ала берейік. Ол үлкен. Мына жердегі аккумуляцияның хайын тазарып кетті. Мына манипуляция Q1 хай. Ішіндегі 90 минуттық. Үшінші кварталда бізде подтверждение на шорт берді. Енді бұл күтеміз. Бізде қазір 2 сделка, 2 лимитка тұр ғой. И тейк әдемі, просто әдемі. Қалай сіздерге осылай жалпы қарау керек негізі рынокқа. Тек қана смарт мани мен ордер болып имбаланс етіп сызып қоймай, баға дәл осылай жүреді бізде. Настоящий рынок осылай қозғалады, яғни кварталдармен қозғалады. Әр ликвидностьтарын тазалап, подтверждениелер беріп. Сіздер өтіңіздер осы кварталға, осылай айтайыншы. Кварталға қараңыздар, кварталмен қараңыздар, уақытпен қараңыздар. Бұл жерде ең главный бізде уақыт пен ликвидность. Яғни былай қарап тұрған өзінде алдағы сабақтармен сіздерді уже түсінесіздер ойлаймын. Алдағы сабақтарды көрген болсаңыздар, бізде дәл сол бойынша жасап жатырмыз. И тағы бір зат айтайын. Бұл ең қызығы, мен сіздерге қазір кварталдың тек қана тегін сабақ үйретіп жатырмын. Енді YouTube'қа бұл базасы болып тұр. Мен қазір енді кварталды 12 сағаттық, 6 сағаттық квартал, яғни үлкен басқа кварталдардан да подтверждение алатын, басқа кварталдармен қарайын болып жатқан кезде. Ол уже бізде жабық каналда болады. Қазір бізде сіздерге тек қана квартал қалай жұмыс жасайды, базасын үйретіп жатырмыз. Базасын өзімен осындай үлкен информация алуға болады. Бірақ біз егер тағы 12 сағаттық кварталдарға кіретін болсақ, дәл осы 6 сағаттық кварталдармен тағы 24 сағаттық кварталдардың ішіндегі подтверждениелер табып, яғни дәл ұшынан, яғни дәл қай квартал жұмыс жасайды, мына квартал жұмыс жасамайды, вот соларға подтверждение алу үлгісін ойлап таптым мен. Яғни сіз уже қай кварталда манипуляция именно сол кезде AMDX бола ма, XAMD бола ма, вот сонында түсінуге болады. Енді жалпы ұзақ созбайық, жалғастырайық. Енді бізде пока 2 сделка. Енді бір сделкамыз ғана ашық деп есептейік, мынаны кірмедік, өйткені біздің алдыңғы сделкамыз әлі жабылмағанына орай. Так, былай бізге қараңыз, сіздерге дәл көз алдыларыңызға көрсетіп тұрмын, сізге қалай бэктест жасап тұрғанымды, яғни уақыт артқа қайтарып. Жалпы біз вообще стратегияда қалай айтайын,
ашық түрде көрсетуден қорықпаймыз, яғни стратегия 100% жұмыс жасайды, оны қолданып алсаңыз. Яғни 100% демейін, белгілі бір винрейт бар, мықты винрейт бар. Енді сіз бірге 10-нан көп плюс эррорды ұстап отырсыз, оның өзіне мықты винрейт, яғни айта алмаймын нақты мынанша винрейт деп, оны өздеріңіз қазір көріп отырсыздар. Ары қарай бэктест жасаймыз, яғни бэктесттер алдағы уақытта көбірек болады. Сіздер түсіну үшін жалғастырайық енді. Бұл бізде так баға дәлше ағып кетті. Нақтардағы ликвидностьтарға жұмыс жасап жатыр. Енді қараңыздаршы, мына ситуация енді айттым ғой бағана алдыңғы аптаға өте ұқсас дәл солай деп ше. Бірақ ол аптада дәл осының қарама-қарсы болған, бірақ AMDX, бірақ қарама-қарсы былай кеткен аккумуляция, оны манипуляция лоуын алып, лонг кеткен сол моментте алдыңғы аптада. Жалпы қазіргі уақытпен айтқан кезде бұл жерде бірақ қайтадан шорт подтверждение берген Q1 хайын тазалап, мына жақта K-level'дан и тағы шорт кеткен. Көрдіңіз бе қалай кварталдар разворотты, яғни беріп жатқан ликвидностьқа дейін. Енді жалғастырайық, дальше көрейік. Бұл бізде 4-ші күн четверг бітті. Келесі күн бізде жұма. Бізде сағат 6-дан 6-ға дейін. Енді біз қандай сценарий күте аламыз бұл күнге? Жалпы бізде шорт, негізі жалпы контекст бізде шорт болып тұр. Енді біз жұма, енді бұл жұма қандай күндерге бағынады? Бұл өзінің подтверждениесі арқылы AMDX, XAMD. Енді бірінші AMDX формациясымен қарап көрейік. Бірінші кварталды өткізіп жібереміз. Так, опа. Q1 high және Q1 low. Енді біз қандай сценарий күтеміз қазір AMDX пен қарасақ, бізде баға дәл осылайынан лоуды алып, хайға, немесе хайды алып лоуға. Бірақ бір заттар бар, бізде ликвидностьтар жиналып қалған мына жерге. Бізде шортта мына жақта ликвидностьтар бар, яғни мынанылық, мына жерде ликвидность. Лонгта бізде, яғни жоғарда мына ликвидностьтар бар. Жалпы мынаның бір импульс деп алған кезде ішкі ликвидность бізде. Ішкі ликвидность, егер баға шорт кететін болса, осы ішкі ликвидность алып, мына зоналардан баға шорт кету керек. Дальше уже бізде контекст бойынша мынау лоу, лоу емес, денесі жалпы свечамен, денесімен алдым сағаттық. Енді қарайық. Өткізіп жіберейік, бірінші не болатын көрейік. Бізге әлі ликвидностьтар белгілі, ликвидностьтар шешілгеннен кейін барып қана қарай аламыз. Сосын бізде күніге кіру деген нақты бір ереже жоқ. Лоуды алды бізде. Жалғастырайын. Яғни күніге кіру дейтін нақты ереже жоқ. Бізде, яғни барлық сетап бойынша келсе ғана кіреміз, яғни біз түсініп тұрсақ қана рынокты кіреміз. Егер рынок бізге түсініксіз кварталдар подтверждение лонг шорт бермесе, біз жай ғана ол күнді скип жасаймыз, яғни жібере саламыз. Ол нормально. Яғни баға бізде 100% жүрмейді ғой енді. Бізге тек подтверждениемен біз идеальный сделканы күтіп кірсек қана, вот сол кезде ғана жақсы табысқа шығамыз. Егер күніге сіз практикант емес, осы бұл жерде жұмыс ретінде қараңыз, бұл жерде сіз ақша табасыз. Сол үшін барлығына серьезно қарау керек. Сіз практикант емессіз, яғни демомен жасап жатқан жоқсыз, күніге кіре беретін. Енді басында практика жасағанда күніге кіріп, ол кезде обязательно, яғни сіз әр кварталдың логикасын түсіну үшін күніге кіріп, қарап, ошибка жасауға міндеттісіз. Ары қарай уже сіз логикасын түсінгеннен кейін, уже тек, яғни подтверждениемен арқылы моментте күтіп, ликвидностьқа күтіп кіру керек. Так, жалғастырайық. Бізде лоуын алыпты, айтпақшы, бізге бірақ ликвидность тазарған жоқ, лоуын алып, сразу баға лонг кетіп бара жатыр. Не сеткен енді бұл жерде? Өткізейік, мен негізі шорт қарасам. Қараңыздар, енді қараңыздар. Вот осы кезде енді XAMD қарауға болады. Қалай ойлайсыздар? XAMD енді расширение ретінде алып, енді аккумуляция как раз бізге ликвидностьқа келе жатыр. Осы ликвидность создавать етіп, оны манипуляция жасап, и так осылай шортқа кетсе, шорт кетсе. Қалай ойлайсыздар?
менің ойымша өте әдемі келіп тұр. Көрейік. Осы үшінші кварталға дейін өткізіп жіберейік, не істейді екен, Опа, бізде ликвидность тазартты, сразу реакция шортталды. Манипуляция жасаймын екен үшінші квартал. Сол қызық болып тұр маған. Егер манипуляция жасаса, вот сол кезде қарауға болады шортқа. Так, енді қараңыздар, бізде так мына жерде баға просто тұрып қалды мына жерде. 4-ке бөлейікші, осы 390 не дейді екен. Яғни біз қазір 90 минуттық кварталға кіріп тұрмыз. 90 минуттық квартал не дейді екен бізде? Так, ликвидность шешілді. Енді бізде XAMD деп қараған кезде бізде бұл жерде XAMD деп қарасақ, бізде мына жер шешілуі тиіс. Хай шешілуі керек еді. Мына жер бірақ индекс формациясымен қарасақ уже Q1 қайырлы тазарды. Енді біз не істейміз? Вот енді сіздерге түсінікті болып ойлаймын. Біреулердің уже арасында таптыңыздар. XAMD бұл жер 90 минут XAMD. Енді қараңыздар, уже көздеріңізге елестетіп жатқан болуы мүмкін. Енді қандай сценарий күтеміз бұл жерде біз? Қазір мынаны аккумуляцияның хайын шешеді, мынаны шешеді, плюс мынаны шешеді, мына ликвидность толыққан тазарады, и баға осылай манипуляциямен кетеді. Вот, енді осы кезде әдемі сценарий келді деп ойлаймын рынокта. Вот осылай қарауға болады. Көрейік, енді біз осының ликвидность шешілгеннен кейін уже асықпай біз мынаяқтан так қандай кейлеу қарасақ болады. Классикалық адамға қарасақ болады бізге. Классикалға немесе такта мынаяқтан SBR-лерден қарасақ болады. SBR былай қойық. SBR. Осы екі бір K-level'дан қарасақ болады шортқа. Көрініп нүктеміз уже біздің. Так, енді не істейміз біз? Өткізейік. Лекен шешілгеннен кейін уже біз осылай манипуляциясына қарай уже кіреміз осы екі K-level'дің біреуінен. Енді манипуляция қай жерде болады, лекен шешілсе соған жақынырақ біреуін аламыз. Так, уже бізде шешіліп жатыр. Жай жасайық, өтіп кетпеу үшін. Так, вот, SBR-ге келіп жатыр бірінші. Бірінші шешілсін, сосын қараймыз. Опа. Несет бұл? Баға тарс. Опа. Мына жер классикалғадан кетті ол. Классикалға. Yani SBR алып тастайық. Манипуляция тарс берді бізде. Вот осылай. И значит, енді бізде негізі мына жерден сделкаға кіру керек болатынбыз. Осылай кірсек примерно. Тейкіміз болады біздің лоу десек болады. 1.19 әрі. Осы лоуға дейін ұстасақ болады уже. Яғни бірінші бізде Q1 лоу. Бірінші тейкіміз Q1 лоу бізде. Немесе мұна Q1 лоу ішіндегі квартал. 1.7 әрі. Екінші тейк бізде 1.10 әрі. Үшінші бізде так лоу. Уже болады 19 әрі. Әдем. Үлгермей қалдық, және кіра алмай қалдық. Тез өткізіп жіберіп, негізі қарауға болатын еді. Бірақ соны да көрейік. Жалпы не істейтін, ары қарай. Так, үшінші дистрибуция жоғары беріп жатыр. Үшінші квартал ашылды. Енді осы үшінші квартал бізде беру мүмкін тағы подтверждение на шорт. AMD, XAMD мен қарасақ болады. Өткізіп жіберейік, не болады екен. Контактынан аккумуляция, манипуляция. Жоқ, шортқа бізге былай болады. А вот енді Q1 high десек. Яғни XAMD формациясымен 90 минут бізде. Q1 low. Енді баға қазір high-ын шешті. Енді шорт кетеді енді. И
тағы бір шешті. Опа, міне кетті, пожалуйста. Енді бізде үлкен целдер келесі мынау тазарды. Мына көрдіңіз ғой, мынау бірінші квартал, яғни үшінші кварталдағы екінші, яғни бірінші аккумуляция, ол бізде тазарған кейін сразу реакция алып, уже XAMD жасап, одан кейін тағы ликвидін шешкен аккумуляцияны хайын. Одан кейін тағы өзіндік кварталдағы лоуын шешкен. И дальше біздегі ендігі цель бізде мынау лоу, иә. Түсініп тұрсыз ба мен не айтып жатқанымды? Q1 лоу. Енді мынау бізде осы лоу. Енді бізде осыны шешеді, и ары қарай дальше лоу. Болды. Әдем, бәрі түсінікті деп ойлаймын негізі. Просто әдем жүріп жатыр мына жер. Бізде уже жұма күні ма? Жоқ, келесі апта екен. Бізде пенсия деді айтпақшы. Не істейді екен бұл күн? Чак, бұл күнді де 4-ке бөлік, тоже мүмкін подтверждение берер шортқа. Так, 6 PM-нен 6 PM-ге дейін тарттым жалпы бір күнде. Не істейді екен бұл мүмкін? AMDX-пен қараса егер. Мына жер как ішкі ликвидность болып тұр, мынау импульсын. Енді осыны шешіп, қазір манипуляциямен бірге шешіп, осылай кетсе баға сортқа, осы кезде әдемі болады тағы. Бізден алғы сделкамыз тұр. Мына жерден кірсек болады еді, осыны жер алған кезде, бірақ біз мына жерден лимит, жалпы былай уже короткий позиция қойған екен, осыны до конца сынайық. Манипуляция ашылсын. Так, манипуляция, бізде так шорт беріп жатыр пока. Опа. Уже что-то тегімізге баратын сияқты біздің. Міне, кетті ал. Айтқандай үлкен уже, даже мынаны былай тартсақ та болады екен. 1.27 рет шығады екен уже, өте мықты. Мынау өте жеткілікті. Бізде 4-ші күннің лоуы, Q3-нің лоуы. Так. Қараңыз, не болып жатыр енді бұл жер? Так, XAMD болатын сияқты енді бұл понедельник күні бізде. XAMD жасам, мына хайға барып. Q1 хай. Осылай алып. Қазір уже осылайнан алып кетсе, немесе қазір бағып просто шорт кету мүмкін, яғни уже апталық бойынша бізде бірінші күн расширение болып, продолжение ретінде XAMD болып апта. Солай болуы мүмкін. Бұл бізде тег алып айтпақшы, так бізде жалпы былай қарағанда 3 тег болып тұр пока әзірше. Так, бізде лоу алынбады әлі. Қаныш, мұнан мен белгілеген бағаны дәл линиядан алып, содан кейін баға кетіп бара жатыр ғой. Мен бұны 1 сағаттық классикаға ретінде алғам, яғни лоуын денесімен бірге алғам. Дәл осыдан кетіп бара жатыр пока баға қазір. Енді осы тағы бір идея келді маған. Қазір ликвидность тазартып, может быть, уже ары шорт кету керек. Қазір коррекциясы болып тұр мына импульсінің. Бұл жерде айтпақшы, мынаны бір импульс деп алған кезде бізде так ликвидность мынаны алсақ болады. Ішкі ликвидность ретінде. Егер баға Q1 хайға дейін күші жетпесе, хотя бы осы ликвид шешіп, и дальше даже мынамен бірге алсақ, осылай алсақ, и мына жерде классикалыға бар екен бізде. Классикалыға классический турик. Мына жер просто бізде жоғары кетіп бара жатыр. Манипуляция вақытта. Адан өткізген сияқты, мындай қарқынмен. Жоқ, реакция берді бізде. 15 минут. 15 минут тенмен берген уже. Енді не істейді 5 минутта. Уже түнгі уақыт, уже қарамаймыз бұл уақытта, сделать қарамай қойып. Мына жер бөліп көкіш AMDX деп. XAMD болды мына жер. XAMD на Q1 high тазартты. Q1 low.
и бізде мына жақта тағы классикалға бар екен. Мына жерде жетпеген екен. 15 минутта міне. 15 минутта ровно келген екен. Осыны реакция болып жатыр екен, енді көрейік до конца. Уже бізде вторник күні екен. И осы бұлай. И кетті бізде лог, мына жақтан кірсек те егер классикалғадан тағы сделка берген. Негізі бізде дәл мына жерде қазір мүлдем стоп болған жоқ екен, былай қарасақ, бұл өте мықты нәтиже. Енді айта алмаймын, 100% емес, сразу айтайын, винрейт 100% емес, ол мүмкін емес нәрсе. Жалпы біз енді тек қана ходтарды былай күтіп қана кіріп жатырмыз. Любой жерден емес, күніне 3-4 сделка қарап жатқан жоқпыз, әр кварталда қарап жатқан жоқпыз. Біз үлкен глобальный анализ жасап, ішіне кіріп, оның ішінен подтверждение алып, тек қана жұмыс жасайтын жерлерін алып жатырмыз біз қазір. Біз негізі әр кварталдан кіріп, оны винрейтті азайтып тастасақ болады, яғни любой жерден сделка ұстап, көп сделка. Былай айтқанда, лучше качественный сделка ұстаған дұрыс, чем просто так кіре бергеннен сделкаға кірем деп кірмей, пайда табу үшін качественный сделкалар ұстау керек. Енді бізде осылай негізі жалпы бэктест аяқтасақ болады. Өте әдемі. Баға байқаған шығарсыздар, баға дәл біз ойлағанда жүріп жатыр. Мен өзім яғни басқа затты ойлап тауып жатқан жоқ. Мен қазір сізге дәл көрсеткен нәрсемен ғана жасап жатырмын. Мен қазір өзімнің кварталдарымды қосып жатқан жоқпын. Бұл жерге басқа кварталдар, басқа информацияны мейлінше яғни қоспауға тырысып жатырмын. Яғни сіздерді шатастырмау үшін, яғни сізге тек қана үйреткен заттармен көрсетіп жатырмын. Енді бірақ оған да дәл осыны түсіну үшін де бізге сіздерге негізі үлкен бір понимание керек. Ол үшін ол информациялар сізге керек болуы мүмкін. Егер осы кварталға қызықсаңыз, сіз жеке топқа оқи аласыз. Жеке осы кварталдың құпияларын ашқым келеді десеңіз, яғни толыққанды полный үйренгім келеді десеңіз, жекеге шығып сұрай аласыз, сұрақтарыңыз болса. Ал бұлай уже бірақ ютубта бізде тегін сабақтар болады осылай. Итак, біз сіздерге база жасап тұратын нәрсені көрсетіп жатырмыз. Бэктестпен де оны көрсетіп жатырмын. Сізге бір минус, бұл жерде сіздерге K-level'дар түсініксіз болып жатыр. Ол K-level'дар бұл тегін сабақта көрсетілмейді. Так, енді басқа айтарым жоқ, барлығы четко жасады. Енді бұл разбор бойынша сделкаларымызға алдыңғы апта бізде XAMD формациясы болды. Күндіктермен бір күн, яғни күніне бірақ байқасаңыз, күніне бірақ сделкаларын ұстап жатырмыз. Таза бізде ұсталған мынау ғана сделка болды. Қалған сделкалар біз былайына лимиткамен дұрыс кіре алмадық. Кішкене жіберіп алып, уақыт тез өткізгеннен кейбір уақыттар жіберіп алдық. Мынаны тоже кірдік сделкаға, бірақ бұны лайв форматта кірмейміз деп айттық. Ал бұл сделкада жалпы анализ бойынша барлығы четко келді, бірақ лимитка қоймадық. Жалпы түсініңіздер деп ойлаймын, не айтқым келгенін. Барлығы біз ойлағандай анализдің барлығы жұмыс жасап тұр, барлық понимание келіп тұр бізде. Айтарым жоқ басқа. Бэктест осымен аяқтасақ болады. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Келесі сабақтарда да бэктест жасаймыз. Даже лайв форматта осы ютубта эфирмен жасауым да мүмкін. Көз алуларыңызда сіздер любой бір уақыт айтасыздар, яғни сіздерге түсінбеген ай болған шығар мүмкін. Мына кездері болған шығар. Айтсыз, нұрмызы осы уақытқа қайтып бэктест жасайық десеңіз, дәл сол моменттен де көрсетіп бере аламын. Яғни айтып жатқан бізде барлығы ашық түрде, ешқандай жасыру жоқ, яғни стратегиямыз 100% жұмыс жасап тұр. Барлығын ашық түрде көрсете аламыз. Так, сұрақтарыңыз болса комментария жаза берсеңіздер болады. Осымен біз бэктестті аяқтаймыз. Келесі бөлімде кездескенше.